Не болды? Ештеңе. Мен сенің Стелламен сөйлескеніңді байқадым. Онда тұрған түк те жоқ. Достарымның ішіндегі ең сенімдісі сол. Өзімді жайсыз сезініп жүрмін. Ол әйелге қатысты бір сұмдықты сезем. Ұйықтайықшы. Қане? Жарайды. Ана. Стелла, мұнда не қып жүрсің? Гаэль! Не болды? Аңырсыдың ғой, жайсыз түс көрдің бе? Не болып қалды саған? Ештеңе болған жоқ. Ұйықтай бер. Сеніңсің бе? Иә. Не ойлап отырсың, Сальвадор? Өте маңызды нәрсе. Бүгін кездесуім көп, бәріне қатысуым қажет. Маған әлі де ашулы екеніңді білем, Сальвадор. Кешір. Бәрін реттеу үшін аянып қалмаспын. Миранда, өтінем. Жетер. Ақтала бердің ғой. Кешірім сұрай бересің. Бірақ бәрін білдіріп жүрсің. Басында Селеста, сосын Мануэль. Ал енді Анна. Маған шешім керек. Кешірім сұрағаныңда, ақталғаныңда емес. Түсіндің бе? Әлде жұмыстан кетесің бе? Орныңа басқа адам іздейін бе, қалай? А? Қайырлы таң, Фатима. Сенатор осында. Иә, ханым, өз кабинетінде. Осында екен, жақсы, рахмет. Сальвадор. Әу бастан-ақ бәрін сен үшін істедім. Армандарыңды жүзеге асыруың үшін бар өмірімді саған арнадым. Сөзіме сенші. Мен үшін сенің және баламыздың бақытынан артық ештеңе жоқ. Өтінем, мені кешірші. Кешірші мені. Тағы бір мүмкін